Алланың атымен бастаймын. 3 рет терең тыныс алыңыз. Жай намазды жерге төсеп, жүзіңізді құбылаға қаратып, маңдайыңызды сәждеге тигізіп, өзіңізді барынша бос ұстаңыз. Бұл дұғаны менімен бірге сәждеден бас көтермей соңына дейін жүрекпен қайталаңыз. Аса қамқор, ерекше мейірімді, мәңгі тірі, күллі мүлік уысында болған Раббым, өзіңнің рахмыңнан жалынып, жалбарынып тұрып жәрдем сұраймын. Менің күллі істерімді өзің оңынан реттеп берші. Раббым, асылында мен сені әл-Муджиб, дұға етушінің дұғасына жауап беруші, қажеттілігі бар құлының қажеттілігін өтеп беретін, сұрауға лайықты жалғыз жаратушы деген есіміңмен таныдым, солай иман келтірдім. Раббым, олай болса менің дұғаларымды қабыл болған дұғалардан етші. Раббым, саған мұқтажбын, менің дұғаларымды қабыл етуіңе де мұқтажбын. Я Раббым, әміріңе құлдық деп алдыңа келдім. Қуаныштан қуанышқа жеткізе көр деп алдыңа келдім. Бар жақсылық бір өзіңнің ғана қолыңда. Раббым, асылында мен сені әл-Уәкил, құлы лайықты деңгейде тәуекел етсе, құлының ісін оңынан реттеуші, күллі жаратылыстың ісі өзіңнің ғана қолыңда, өзіңнің ғана жәрдемің құлыңа әбден жеткілікті болған жаратушы деп танып иман келтірдім. Олай болса, қолымнан келгеннің барлығын жасап, нәтижесін өзіңе ғана тапсырдым. Ризығым мен істерімнің нәтижесіне уайымдамай, өзіңе лайықты түрде тәуекел етуге ниет еттім. Раббым, асылында мен сені әл-Қауи, қуатты, құдіретті, шамасы күллі нәрсеге жететін, көркем жаратушы деп танып иман келтірдім. Маған бір өзің жәрдемші болшы, бір өзің қуатташы. Раббым, асылында мен сені әл-Уахид, теңдесі жоқ, жалғыз, билігі мен күш құдіретінде ешбір серігі жоқ, жалғыз жаратушы деп танып иман келтірдім. Күллі үмітімді өзіңе байлап, ризық нығметті бір өзіңнен күтемін. Раббым, мені сондай рахымыңа, кеңшілігіңе бөлеші. Сол сенің рахым, кеңшілігіңнен кейін өзге ешкімнің жәрдеміне мұқтаж болмайтындай. Аса қамқор, ерекше мейірімді, мәңгі тірі, күллі мүлік уысында болған Раббым, өзіңнің рахмыңнан жалынып, жалбарынып тұрып жәрдем сұраймын. Менің күллі істерімді өзің оңынан реттеп берші. Раббым, асылында мен сені әл-Муджиб, дұға етушінің дұғасына жауап беруші, қажеттілігі бар құлының қажеттілігін өтеп беретін, сұрауға лайықты жалғыз жаратушы деген есіміңмен таныдым, солай иман келтірдім. Раббым, олай болса менің дұғаларымды қабыл болған дұғалардан етші. Раббым, саған мұқтажбын, менің дұғаларымды қабыл етуіңе де мұқтажбын. Я Раббым, әміріңе құлдық деп алдыңа келдім. Қуаныштан қуанышқа жеткізе көр деп алдыңа келдім. Бар жақсылық бір өзіңнің ғана қолыңда. Раббым, асылында мен сені әр-Разақ, күллі жаратылыстың жаны мен тәнінің ризығын беруші, менің ғұмырымның ризығы өзінің ғана қолында болған жаратушы Жаппар ем деп танып иман келтірдім. Раббым, егер сен ризығымды қысып қойсаң, кім мені ризықтандырмақ? Асылында ризықтандырушы жалғыз өзіңсің. Раббым, асылында мен сені әл-Уаххаб, қалаған құлына ризық несібе үйіп төгіп беретін кең жаратушы деп танып иман келтірдім. Түннен кейін күнді, күннен кейін түнді алмастыратын, күллі ғаламды уысында ұстап, оларды алмастыру жеңіл болған Раббыма мені ризықтандыру қиынға соғу мүмкін бе? Әсте олай емес. Ей нәпсім, олай болса біліп қой, сенің Раббың кең. Раббым, асылында мен сені әл-Карим, ең жомарт, біздің кемшілігімізге қарамастан кеңшілікке бөлеуші деп таныдым, иман келтірдім. Олай болса Раббым, мені сондай рахмыңа, кеңшілігіңе бөлеші. Сол сенің рахым кеңшілігінен кейін өзге ешкімнің жәрдеміне мұқтаж болмайтындай.
аса қамқор, ерекше мейірімді, мәңгі тірі, күллі мүлік уысында болған Раббым, өзіңнің рахмыңнан жалынып жалбарынып тұрып жәрдем сұраймын. Менің күллі істерімді өзің оңынан реттеп берші. Раббым, асылында мен сені әл-муджиб, дұға етушінің дұғасына жауап беруші, қажеттілігі бар құлының қажеттілігін өтеп беретін, сұрауға лайықты жалғыз жаратушы деген есіміңмен таныдым, солай иман келтірдім. Раббым, олай болса менің дұғаларымды қабыл болған дұғалардан етші. Раббым, саған мұқтажбын, менің дұғаларымды қабыл етуіңе де мұқтажбын. Я Раббым, әміріңе құлдық деп алдыңа келдім. Қуаныштан қуанышқа жеткізе көр деп алдыңа келдім. Бар жақсылық бір өзіңнің ғана қолыңда. Раббым, асылында мен сені әл-ғаппар, біздің біліп білмей істеген үлкенді кішілі, әшкере жасырын болған күнәларымызды кешіріп, өзіңнің кемшілігіңмен күнәларымызды өзгелерден жасырып қоятын кең жаратушы деп біліп танып иман келтірдім. Раббым, сен кешірімдісің ғой, кешіргенді сүйесің ғой, олай болса менің күнәларымды кешірші. Раббым, асылында мен сені әл-фаттах, қасиетті білімдермен құт берекенің кілті қолында болған, құлдарының жүректеріне өзін тануға, өзін сүйдіруге ашатын жүректердің әміршісі деп, күллі есіктердің кілті қолында болған жаратушы жаппар ем деп таныдым, солай иман келтірдім. Олай болса, менің жүрегімді асыл дініңде бекемдеші, білім мен құт берекенің есігін ашып берші. Раббым, мені сондай рахымыңа, кеңшілігіңе бөлеші. Сол сенің рахым, кеңшілігіңнен кейін өзге ешкімнің жәрдеміне мұқтаж болмайтындай. Я Раббым, ешкімге дертімді айта алмаймын. Мені түсінетін сен ғанасың. Себебі бұл сынақты берген сен, маған сен жеткіліктісің. Ішімдегі қиналған жанымды тек бір өзің ғана естисің. Менің сүрте алмаған көз жастарымды сен сүрте аласың. Сен менен разы болсаң, мен барлығына разымын. Я Раббым, өзіңе патшалығыңның құдіретіндей, дидарыңның ұлықтығындай сансыз мақтаулар мен шүкірлер болсын.